Білуге лайықты ақпарат. Digital Bridge IT форумы. Жақынырақ танысайық. IT мектептер көрмесі, стартаперлерге арналған түрлі іс-шаралар, жарыстар, көрмелер, IT саласындағы ақпараттық бағдарламалар және жұмыс көрмесі, сонымен қатар роботикс зонасы. Енді әрқайсысына толығырақ тоқталайық. Кеттік. Іс-шараның қаншалықты ауқымды болғанын спикерлерден білуге болады. Іс-шараны президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы өзі сөз сөйлеп ашып берген болатын. Сонымен қатар көптеген басқа да спикерлер сөз сөйлеп, өздерінің ойларын білдірді. Солардың ішінде әйгілі TikTok желісінің басшысы сөз сөйлеп, өзінің сөз арасында TikTok желісіне әйгілі болған химик мұғалім Ұлан Үсенов мырзаны ерекше атап өткен болатын. Мүмкін TikTokты дәл осылай қолдану керек шығар. Көптеген елеулі спикерлер болғанына қарамастан бұл жерге өту өте қиын болды, адам саны өте көп болды. Мұндай үлкен сахнаның көрермені болмағанына қарамастан, іс-шарада Нәрпей мырзаны кездестіріп сұхбаттасуға мүмкіндік туды. Ассалаумағалейкум, Нәрпей мырза, қалыңыз қалай? Енді керемет іс-шара Digital Bridge IT форум. Осы IT форумға қандай мақсатпен келдіңіз, және де қандай бір өзіңіздің жорамал, жоспарыңыз, күтіміңіз бар шығар мүмкін? Негізі шақырту болды осы Астана хаб тарапынан. Өзіміздің негізгі нағыз тема ол бағанағы IT бағыты. IT ағартушылық деп айтамыз ба? Шынымен, өйткені біз байқаймыз, студент балалар өте көп шығып жатыр, сұрақ қояды тағы басқа. Бұл біздікі енді мен жалпы өзімнің направлением ағартушылық деп есептеймін. Керемет. Енді сол қазақ тіліне келген кезде, мысалы мен сіздің енді соңғы подкасттарыңыз бірі Мағжан мырзамен сөз болған, бір керемет қазақ тіліндегі IT саласындағы контенттің дайындалуы байланысты. Өзіңіздің бағаңызды айтып кетсеңіз, қалай баға бересіз осы IT саласының Қазақстанда дамуы, контент болсын, нетворкинг болсын, немесе қарапайым ағартушылық саласы болсын? Енді бұл жерде сұрақ қазақ тілді IT-дің дамуы жайлы. Қандай баға беруге болады? Енді әзірге ең басты енді бісмілләсі енді басталған сияқты оның. Тұсау енді кесілейін деп отқан сияқты, ол тұсау кесілмегенде деп айтады. Өте аз, шыны керек, халық аш. Енді мүмкін емес деп ойлаймын, толығымен қазақ тілді IT маманын шығару. Бірақ бұл жерде мәселе шығаруда емес та, бұл жерде мәселе кіргізу, бастамасын беру. Ал бастамасын беру соншалықты қиын дүние емес. Яғни бастамасын беріп, басына кіріп, ары қарай ағылшын тілінде болсын, қай тілде болсын үйреніп кетсін. Мақсатымыз бір, енді халықтың шынымен сауатын көтеру. Халықтың сауатын көтеру қажет те, міндет те болу керек сияқты. Керемет, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Енді сөз соңында бір кішігірім жолдау деп айтайық, мүмкін енді бата деп айтқан өрескелде болатын шығар, бірақ тілегіңіз бір жастарға деген жолдауыңыз болсын. Осы каналға жазыңыздар, барлық колоколдарды жазып қойыңыздар десең. Жалпы айтқым келгені, өз маманы мен жалпы өзім тілегім, өз бағытыңыздың ең мықты маман болыңыз, өте терең білетін. Анда бір ағылшын тілінде жақсы сөз бар. Be so good that no one can ignore you дейді. Яғни сондай деңгейде мықты бол, ешкім сені елемейтіндей мүмкін болмай кететіндей сондай деңгейге жеткіз дейді. Сондықтан сондай деңгейге жетсек. Ал мынау көрменің негізгі алаңы, видеоның басында айтылған IT мектептердің көрмесі, жұмыстың көрмесі және басқа да көптеген іс-шаралар дәл осы жерде жүзеге асып жатыр. Адамдар саны өте көп. Осы жерден біртіндеп біз жұмыстар жәрмеңкесі алаңына өттік те, одан ары қарай роботикс алаңына өтіп, Асылбек мырзамен сұхбаттастық. Ассалаумағалейкум, Асылбек мырза. Бүгінгі іс-шара Digital Bridge 2023. Сол туралы кішкене айтып кетсеңіз, және осы жерде сіздер қандай мақсатпен, қандай жобамен келіп тұрсыздар? Digital Bridge ол жыл сайын жасалып тұратын цифровизацияға, сандық технологияға байланысты үлкен форум конференция. Бұл жерге көптеген шетелдік халықаралық қонақтар келген. Осы жерге президент келіп пресс-конференция өткізіп кеткен. Біз осы жерде алды күні Сингапурда болған үлкен жарыстың жеңімпаздарын алып келдік. 3 күндік жарыста 191 ел арасында бірде-бір жеңіліссіз әлемдік рекорд қойып, алтын алып келген балаларды алып келгенбіз. Және осы біздің USM Foundation қорының аясында бізде 4 бағдарлама жасалып жатыр. Ол осы First бағдарламасы, қорғаныс министрлігімен бірге жасалатын Smart Сарбаз бағдарламасы, бүкіл әлемдік ғарыш олимпиадасы және ауылдың балаларына арналған агротех жарысын осы жерде презентациясын жасап жатырмыз. Керемет. Енді қателеспесем, робототехниканың бір популяризациясына үлес қосу үшін бүгін бір
қызықты бір шаралар да болады, иә, меніңше көпшілікке арналған роботтардың шайқасы деді ма, қателеспесем, сол туралы толығырақ айтып кете аласыз ба? Иә, қазір бізде First Tech Challenge деген жарыстың алаңы тұр, мынау дәл артыңызда. Сол алаңда бізде әртүрлі командалар келіп, өздерінің роботтарын шайқастырып жатыр деп айтуға болады. Бұл жарыс форматында, бұл олимпиадалық спортивный спорттық нақышта жасалған. Және мына жақта дрон жарыстары өтіп жатыр. Дрон жарыстарының презентациясы. Адамдар өздерін сол дрон оператор ретінде сынап көре алады. Керемет, іске сәт, жобаларыңыз дами берсін, өсе беріңіздер. Және де осы сәтті қолданып, енді біздің ұлттық құраманы тағы да жеңісімен бір құттықтап қойын. Көп-көп рахмет сіздерге. Екінші рет. Иә. Былтыр Женевада, биыл Сингапурда 2 дүркін әлем чемпионы болып атандық. Бұл негізі бір түсінген адамға үлкен абырой деп ойлаймын. Робототехникадан бүкіл әлемде Қазақстан 2 дүркін әлем чемпионы деген атақ. Керемет. Енді осы сан тек қана ұлғая берсін деп тілейміз. Амин. Робототехника алаңынан біртіндеп стартаперлер алаңына өттік. Бұл жерде экзоскелеттер, түрлі ғарыштық технологиялар, заманауи технологияларды көруге болады. Ал келесі стартап сізді міндетті түрде қызықтырады деп ойлаймын. Бұл стартапта адамның бет-бейнесін танып, және сол адамның ғаламторда қандай суреттері бар екенін тауып бере алады екен. Бір жағынан өте қызық, ал бір жағынан өте қорқынышты бастама екен. Байқап отырғандарыңызда кейбір адамдардың суреттері табылып, ал кейбір адамдардың суреттері табылмай жатты. Менің ғаламторда қандай суретім шығатын мен үшін қызық болып, сынап көрдім. Так, мен қайтадан түсіп көрейінші, мен туралы бір нәрсе бар ма екен? Мен туралы ақпарат жоқ екен интернетте. Саламатсыз ба? Өзіңіз таныстырып, және де осы жерде қандай жобамен келдіңіздер айтып кетсеңіз. Сәлеметсіз, менің атым Аида. Біз бүгін April деген методиканы таныстырамыз. Ол әлеуметтік роботтар аутизмі бар балаларға қалай көмектесе алады. Бізде әлеуметтік роботтар Nao робот және Mirai робот. Яғни олар терапевттерге көмекші ретінде көмектеседі. Мысалы үшін аутизмі бар балаларға эмоцияны тану немесе көзге тіке қарау қиын болуы мүмкін. Сол кезде роботтар арнайы сабақтар болады. Сол кезде терапевтке көмектеседі. Яғни біздің жұмысымыз қазір аутизм центрларда іске асқан. Ол Павлодар, Өскемен, Шымкент және Талдықорған қалаларында осындай робототерапия кабинеттері бар. Сол жерде осы 2 робот көмектеседі. Nao робот ол шетелден келген робот, Франциядан, ал Mirai робот ол өзіміздің қазір жасап жатыр командамыз. Әлі процесте. Негізгі методикамыз ол АБА терапияға, сосын PEX-қа және әлеуметтік әңгімелерге негізделген. Яғни біздің осы жұмысымыздың барлығы ғылыммен негізделген. Швецияда өткен Human Robot Interaction конференцияда біздің жұмысымыз ең үздік жұмыс болып танылды. Біз қайырымдылық қор ауылдық жерлерден, поселоктардан балаларды IT-ға оқытамыз. Барлығы оқушылар үшін толықтай тегін. Біздің қор бір жылдан астам жұмыс істеп жатыр. 150-ден астам оқушыны оқыттық. Олардың 40-ы өте белсенді жұмыс жасап жатыр. Көбісі уже жұмыс жасап бастап жатыр. Осы жаздың ішінде 550 мыңға жуық теңге табыс тапты. Бізді қолдап жүріңіздер. Инстаграмда бармыз, Shrug Education. Келесі бастама білім саласына өте үлкен пайдасын алып келеді деген сенімдемін. Ниш лаборатория деп аталады. Әзірге тек қана Назарбаев зияткерлік мектептерінде қолданады екен. Алайда алдағы уақытта барлық орта білім мектептерінде қолдану жоспарда бар. Мағынасы онлайн зертханалық жұмыстарды жасайтын симулятор, графикасы өте жоғары деңгейде және де оқушыларға қызықты болу үшін арасына қызықты жұмбақтар, квесттер қосылған екен. Асыға күтеміз, сәттілік тілейміз. Осыдан кейін стартаперлер алаңынан ақырындап мен IT мектептер алаңына жол тарттым. Бұл жерде түрлі спикерлер түрлі тақырыпта өздерінің дәрістерін өткізіп жатты. Көбінесе ағылшын тілінде болды. Сонымен қатар IT мектептер әртүрлі интеллектуалды ойындар өткізіп, сыйлықтарын таратып жатты. IT мектептер алаңында көптеген мектептер өздерінің ұсыныстарын жасап жатты. Мен солардың барлығын аралап өткен кезде мені қызықтырған бір сұрақ болды. Ол осы мектептердің қаншасы қазақ тілінде білім береді екен. Сіздер де тыңдап көріңіздер. А можно спросить, на каких языках курсы проходят? На русском языке, да? Керемет, оқыту қай тілдерде жүреді?
орыс тілінде жүреді, бірақ материалдар ағылшын тілінде беріледі. Иә. Отлично. Языки обучения можете подсказать? У нас сейчас в данный момент курс идет по русскому языку. На русском языке у нас курсы переведены на казахский язык. Вот. Байқап отырғандарыңыздай, Нәрікби мырзаның халқаш деген сөзіне тура келіп тұр. Көптеген мектептердің бірең-сараңы ғана қазақ тілде оқытады. Ал егер сіз видеоны осы жерге дейін көрген болсаңыз, онда демек сізге видео ұнаған деген пікір қалыптасады. Олай болатын болса, қолдау көрсетіп жіберіңіздер, видеоға лайк басып, пікір жазып, достарыңызға таратып жіберіңіз. Көп рахмет.